Енді сен жәннаттағы жаңа үйіңнен сыртқа шығасың. Сенің жәннаттағы жаңа тәнің бар. Айналаңдағы орта жәннаттың атмосферасына көз сала бастайсың. Ең алдымен ойыңа келетін сұрақ, бұл қандай ғажайып иіс. Ғылыми тұрғыдан алғанда иіс сезу, көру мен дәм татудан да күшті әсер қалдыратын сезім. Ол Алла тағаланың адамға берген сезімдерінің ішіндегі ең әсерлісі. Сондықтан да Құран мен сүннетте жәннаттың хош иісі өте жиі айтылады. Өйткені иіс екі нәрсені қатар қозғайды. Өткенді еске түсіреді және болашаққа деген сағыныш пен үмітті оятады. Пайғамбар Яқуб алейхиссалам алыстан Юсуфтың иісін сезгенін еске алыңыздар. Юсуфтың көйлегінің хош иісі оған қаншалықты жұбаныш сыйлады. Юсуфтың иісін сезгеннен кейін бұл өмірде Яқуб үшін басқа ешбір ләззат қалмағандай болды. Сондай-ақ Анас ибн Надырды радиаллаху анху еске түсірейік. Ухуд шайқасы кезінде адамдар кері шегініп жатқанда, ол алға қарай ұмтылып, мен жәннаттың хош иісін Ухудтың ар жағынан сезіп тұрмын деді. Яғни жәннаттың иісін сезгеннен кейін бұл дүниедегі ешбір нәрсе оған қуаныш сыйлай алмады. Ал мүміндердің жандары бұл дүниеде қалай алынады? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтқандай, Алла тағала оларға жұмсақ, көркем самал желдер жібереді. Жер бетінде қалған әрбір мұмин сол желді сезеді де бейбіт түрде дүние салады. Кейін Алла олардың жандарын қайта тірілтеді. Жәннатқа кірер кезде ол жердің бәрі керемет хош иіске толы болады. Мұминдер жәннатқа кірмей тұрып сол иісті сезе алады. Себебі пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жәннатқа ең соңғы болып кіретін адам туралы хадисте айтқан. Ол адам жәннаттың қақпасынан тыс жерде тұрып оның иісін сезеді, және бұл иіс оның жәннатқа деген ынтазарлығын одан ары арттыра түседі дейді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннаттың иісі 100 жылдық қашықтықтан сезіледі деген. Осы сөзді айтқан кезде ол алейхиссалату вассалам кімде-кім мұсылмандардың қорғауында өмір сүріп жатқан адамды өлтірсе, жәннаттың иісін де сезбейді деп ескертті. Яғни зұлым адам жәннаттың иісін ешқашан сезе алмайды деп ескерткен еді. Сондай бір таңғаларлық оқиға бар. Ми'раж түні пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ерекше бір әсем иісті сезіп сұрайды. Бұл қандай хош иіс? Сонда оған бұл Фирғауынның қызының шашын тарайтын әйелдің иісі деп жауап беріледі. Қарап тұрсаңыз, таңғаларлық жағдай. Неге дәл сол әйел, ол Фирғауынның қызының шашын тарап жүрген қарапайым әйел еді. Бір күні тарағын түсіріп алып, бисмиллах дейді. Осы сөзі үшін Фирғауын оны және оның сәбилерін отқа тастайды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның хош иісін ең жоғары көкте сезді. Яғни зұлымдық, әділетсіздік көргендердің иісі жәннатта үстем болады. Ал зұлымдардың өзі жәннаттың иісін де сезбейді. Жәннатта әрбір қадам сайын жаңа бір миск иіс тарайды. Үйіңнен шыққанда бір иіс, әрі қарай жүрсең басқа иіс сезіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: жәннатта хош иіс тарататын түтікшелер үздіксіз жанып тұрады. Ол жәннаттың иісін одан сайын арттыра береді. Ал жәннаттың ауа райына келсек, ол әрдайым жайлы әрі мінсіз. Жаңбыр, дауыл болып жаумайды, тек жәннат тұрғындарын рахатқа бөлейді. Сен ауа райына бола үйде қалып қоюды ойламайсың. Бұл дүниедегі демалыс орындарындағыдай ауа райы қалай болады екен деп уайымдамайсың. Бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: жәннатта бір бұлт келеді, онда көз көрмеген, құлақ естімеген нығметтер болады. Жәннаттықтар: ей бұлт, бізге жау деп айтады. Сонда бұлт: нені жауайын деп жауап береді. Яғни жәннаттықтардан сұрайды. Сол кезде ол бұлт адамдар қалаған мөлшерде жаудырып береді деген. Кейін Алла зиянсыз бір жел жібереді. Ол жәннаттықтардың оңынан да, солынан да миск иісін таратады. Ол олардың жүздеріне, шаштарына, киімдеріне тиіп, сұлулықтарын бұрынғыдан да арттыра түсіреді. Енді сұрақ туындайды: жәннатта күн мен түн бар ма? Күн мен ай бар ма? Ғалымдар айтқан, жәннатта түн де, күн де жоқ. Ол мәңгілік нұр. Түннің келгенін адамдар перделердің жабылуынан, есіктердің жабылуынан біледі. Ал күндіз перделер ашылып, есіктер ашылады. Кейбір риуаяттарда жәннаттықтардың таңертең бір киім, кешке басқа киім киетінін айтылған. Яғни таң мен кеш түсінігі бар, бірақ қараңғылық жоқ. Жәннатта күн де, ай да жоқ. Бір сахаба жәннаттың топырағы туралы сұрағанда, ол күмістей аппақ мәрмәр,
айнадай жарқырап тұрады деген. Ал жәннаттың нұры туралы күн шықпай тұрып пайда болатын жұмсақ жарық секілді, бірақ ол жерде күн жоқ. Бұл нұр қайдан шығады? Хадисте айтылған, жәннатта таң мен кеш Алланың аршынан шыққан нұр арқылы білінеді деген. Яғни бүкіл жәннат Алланың аршынан тараған нұрмен жарықтандырылған. Ал енді жәннатта ұйқы бар ма? Пайғамбарымыздан алейхиссалату вассалам осылай сұралғанда, ол кісі пайғамбарымыз ұйқы өлімнің бауыры, ал жәннатта өлім жоқ деп жауап берген еді. Неге ұйықтау керек? Ұйқы бұл дүниеде бізге мейірім, шаршағанда демалу үшін, кейде қиындықтан қашу үшін, ал жәннатта қашатын не бар? Денең, жаның, санаң үнемі сергек, тек рахат қана бар. Бұл дүниеде сен Алла разылығы үшін ұйқыңмен күрестің, төсегіңнің жайлылығынан бас тарттың. Ал жәннатта Алла саған тек сый ғана емес, сол сыйды толық сезініп ләззат алатындай қабілет те береді. Бұл дүниеде шаршаған, тәнің еңбегінің жемісінен толық ләззат ала алмаса, жәннатта сен оған толықтай қанағат табасың. Сондықтан, құрметті оқырман, осындай жәннаттың иісі сізді сағынды, сіздің жәннат сізді күтуге.